Сәлем досым. Бүгін мақал-мәтелді жалғастыр ойынын ойнайтын боламыз. Барлығы 30 мақал-мәтел болады. Мен бір мақалды айтамын, сен сол мақалды ары қарай жалғастыру керексің. 30 мақалдың 25 мақалын ары қарай жалғастырып тапсаң, ұтқаның болып есептеледі. Яғни бір мақалға бір ұпай беріледі. Досым, алдымен Бөбектер каналына тіркеліп кет, ал біз бастаймыз. Мақал-мәтелді жалғастыр. Біреу тойып секіреді, ары қарай қалай болады? Иә, біреу тоңып секіреді. Келесі мақал. Еңбек етсең ерінбей. Дұрыс, тояды қарның тіленбей. Үшінші мақал. Жақсыдан үйрен, ары қарай. Дұрыс, жаманнан жирен. Бұл мақалда оңай сияқты. Аш бала тоқ баламен ойнамайды. Жалғастырып көрші. Дұрыс, тоқ бала аш болам деп ойламайды. Бұл мақалды тез тауып алатын сияқтысың. Досыңа орғазба. Иә, өзің түсесің. Келесі мақал. Қоянды қамыс өлтіреді. Жарайсың, жігітті намыс өлтіреді. Бұл мақалды да тез тауып алатын сияқтысың. Білекті бірді жығар. Білімді мыңды жығар. Таптың ба? Бұл мақалда саған оңай сияқты. Көз қорқақ. Қол батыр. Таптың деп ойлаймын. Келесі мақал. Дос жылатып айтады. Ары қарай. Дұрыс, дұшпан күлдіріп айтады. Ұста пышаққа жармас. Ары қарай. Етікші етікке жармас. Келесі мақал. Інісі бардың тынысы бар. Ағасы бардың жағасы бар. Бұл мақал оңай болды деп ойлаймын. Келесі мақалда саған оңай сияқты. Бірлік болмай. Тірлік болмайды. Өзге елде сұлтан болғанша, жалғастыр. Иә, өз еліңде ұлтан бол. Ананың көңілі балада. Баланың көңілі далада. Келесі мақал. Туған жердей жер болмас. Иә, туған елде ел болмас. Бұл мақалды да тез тауып алатын сияқтысың. Оқусыз білім жоқ. Білімсіз күнің жоқ. Дұрыс таптың ба? Келесі мақалда оқуға байланысты. Оқысаң озарсың. Оқымасаң тозарсың. Балалы үйде, ары қарай жалғастыр. Өтірік жатпайды.
Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны алады. Ұпайыңды есептеп отыр. Ет етке, сорпа бетке. Әдепті бала, арлы бала. Жалғастыр. Дұрыс, әдепсіз бала, сорлы бала. Ақылы көпті дау алмайды. Өте дұрыс, досы көпті жау алмайды. Ал бұл өте оңай. Оқу инемен, дұрыс, құдық қазғандай. 100 теңгең болғанша, жүз досың болсын. Бұл да оңай. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. Бұл мақал да саған оңай сияқты. Аққуды атпа, досыңды сатпа. Бұл мақал да қиын емес сияқты. Не ексең, соны орасың. 28-ші мақал. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Бұл мақал да саған оңай сияқты. Айтылған сөз атылған оқпен тең. Ең соңғы мақал. Бұл мақалды таба аласың ба? Сөз сүйектен өтер, таяқ еттен өтер. Таптың ба? Осымен мақалды жалғастыр, ойынымыз аяқталды. 30 мақалдың қаншасын таптың? Комментарияға міндетті түрде жаза кет. Парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Келесі кездескенше.